Что там, брат, қайсысы? Бля, қарасы ұнап тұр маған. Бля, қарасы маған да ұнап тұр да. Кел, Сулифа. Кел, давай. Сулифа. Ош деп қояды. Салам алейкум. Сендер мына машиналарды ұрлайын деп тұрсыңдар ма? Ұрлай алмайсыңдар сендер бұл машинаны. Бұл машиналарда полный страховка бар ғой. Мен ғой страховка. Сендер тапа-тал түсте ұрлайын деп тұрсыңдар ма сонда? Тоқташ. Оқыш мынан. Кореян бескар? Енді сендерге сұрақ, не үшін ұрлай алмайсыңдар ғой? Білмеймін. Білмейсеңдер біліп аңдар. Өйткені бұл Кореян бескар компаниясы машинасы. Сендер мынаны ұрлайым деп бар ма? Сразу ұсталасыңдар. GPS деген нәрсе бар бұда. Тұрғандарын қарасы сүмірейіп. Ұнап тұрма машина? Алғыларын кеп тұрма? Онда Кореян бескар компаниясымен договорға отырыңдар да Кореядан прямой алдыртсаңдаршы. Құр босқа сотталып кетпей. Ол точно бола ма, братан? Конечно болады. Бір айдың ішінде әкеп береді. Данын қаяқтан аламыз оны? Данын бәрін описанияға жазып қойдық қой, описаниядан аласыңдар. Сосын ана маскың шешіп бар. Болды. Құр кет ана. Жоламан ұсталды. Көрші псих примерно қолда тұрыр. Ертең ана Шерхан деген бәлен жабам. Керек емес уже. Как раз Нұрекеңді Астанадан жиналсын келді. Ендігі очередь Нұрекең шығар. Бізде қап тұрған Аламан ба? Аламан через Жоламан ұстаймыз ба, қалай қыламыз? Через Жоламан не вариант? Ол ондайға алданатын адам емес. Надо будет тастап кете салады оны. Қой, туғанысы. Мұра, адам басына түссе, не только туған бауыр, әке-шешесінен де тез айналатындар бар. Мен Аламан танимын ғой. Бұл ондайға алданатын адам емес. Басқа бір нәрсе ойлау керек. Не ой ойлайын сен? Көреміз, асықпай ойлаймыз. Так, ертең онда түсінген бірінші Нұрекең, бірінші очередь? Жоқ, бірінші псих, сосын Нұрекең. Нұрекең ешқайда қашып кетті. Ода басқа варианта жоқ. Былай да былай ұсталып тұру. Ол да бар, Клан тынып келе жатыр екен ғой тұр. Жүрегі шай жейік. Асықпай кейін шеш, шаршап келіп отырмын демеймін бар. Все хорошо. Жақсы, жол болсын. Рахмет. Айтпақшы, Дәуіп Гүлдана дегендер мен бір жаман ойлап жүрген шығар, Сондай болып отыр негізі. Сен неше? Давай. Что там, Гүлдан? Сөз жүзінде бәрі дайын, енді тек іске кірісу қалды. Местоположение қойдыңдар ма? Иә, сіз айтқан жерді белгіледік. В общем, Дәулет былай болады. Олар баратын өмірге екеуміз бірінші барамыз. Сосын психпен қызы келеді. Вот сол моментте қызға қауіпті болмай ма? Кем дегенде бір пышақ жүреді оларға. Бұл қызға қауіп төндіретін адам емес. Ол қыз үшін бәріне дайын болып тұр ғой. Но Гүлдана сонда да қыз дистанция ұстауға тырыссын. Жақсы. Бұл тірлігін істей бер, бізде шығамыз қазір. Алданып қалмаймыз ба? Жоқ, ақшаға сатылған адам алдай қоймайды. Просто сәл көбірек ақша беру керек та. Уайымдай берме оны. Болды әйеке. Не көрсем де сіздің қасыңызда болсам болды мен. Мура кемет сол күйі жұмысқа? Оны ұмытшы, ол явно Нұрекең қасында ғой. Біліп едім сонша. Сізге қалай айтсам екен деп жүргенім. Болды, тасташы Дәулет оны. Подготовка жаса, шығамыз қазір. Болды. Временно недоступен. Перезвоните позже. Сейчас, блядь.
Айттық қой бұған адам құсапыш. Телефон қосылы болсын деп. Мура. На. Группаға звондап қойдым. Барасын бересін болды. Түсіндің ба? Все, хорошо, Нұреке, без проблем. Ну, ертең Айдардың орнына мен отырамын ғой, Мура, еркекше уәде берем. Сен отырасың. Жоқ, просто тағы басқа қаладан біреуді әкеп тұрмаңыз деп атқаным ғой. Келмейді ешкім. Оның сондай ақылды екенін білмей қалдық қой біз. Ақыл бәлесі жоқ, қазір подставить етеміз бітті ғой. Красавчик. Мура, біз өз күнімізді өзіміз көрмесек болмайды. Өкіметке қол жайып отыруымыз керек жоқ. Түсіндің ба? Өкіметке қарайтын болсаң, біз байымаймыз. Біз өзіміз еркекше жұмыс жасайық та. Өзіміз байық та. Біз өз-өзімізді ойламасақ, өкімет бізді ойламайды, Мура. Түсіндің ба? Иә. Давай, тез. Бара берейін? Бара бер. Бос. Қалайша мен шақырып қалдым? Адамның саған бәлкім есіне салынған шығармын. Да? Иә. Давай. Все, девушка, нормально. Дәулет! Аяке безавит сезімге өліп кеттім ше. Бәлей саған, үйленбейсің ба сол? Все, сал машина. Гошадан хабар жоқ ба? Келем деген хабарласпады бірақ. Жоламан явно Айдардың қолында. Әйтпесе маған хабарласып үлгеретін еді ол. Чота. Гошада Айдарға ұсталып қалған жоқ па? Таңертең ғана жазды ғой әйтпесем. Маған да сол кезде ответ жазған. Одан кейін тишина чөт. Айдар ұстап алды ма екен Илья? Чөт байқамайсың ба? Жаймен таусылып баратқан жоқпыз ба біз. Наводка беретін мент айтқан. Бүгін Айдарды ұстаймыз деп. Сол гәп әңгіме сияқты ше. Олар Айдарды ұстаймын дегенше біз таусылатын болдық қой. Мара. Айдармен жолықшы брат. Апасына ол. Просто сен туысқаның ғой ол. Ана Жоламан соң қолында ма, қолында емес па, білші өтініш. Жарайды, өзім қолға алмасам бұл теманы. Не істеп жүрмісіңдер? Бізге бұл қаладан кету керек сосын. Ладно, мен барлық қайтам, не болып жатыр, жоқ причем. Давай, удачи. Молодец, Гүлдана. Бәрі ойдағыдай болды, жақсы жұмыс жасадың. Ойдағыдай болса, сіздің көңіліңіз толса болды. Молодец. Болды саған бүгін демалыс, ертең кешін жақсылап демалып кел жұмысқа. Мурамен араларыңызда дұрысталды ма? Оны кейін түсінесің. Мура негізі жақсы жігіт, былай мінезі сәл қиынырақ болмаса? Енді еркек қой ел. Еркек мінезімен еркекті. Оның да мінезі бар, менің де мінезім бар. Сәл түсініспеушіліктер болды. Оған басыңды қатырмай, бара бер. Ау, Мура. Все, 15 минутта боламын біз. Абонент временно недоступен. Мам, кешіріңізші мен. Ініме қамқор бола алмадым мен. Әкелерің сияқты болмаңдар деп айтатын едіңіз. Шынымен де әкеміз сияқты болмадық. Мама мен шаршадым. Может, әкемнің жанына баратын уақыт келді. Нұреке, мен түсінбедім. Неге түсіндің? Екеуміздің келісім бойынша қалай еді? Мен мына ақшаны барып Айдарға ұсынам, и опергруп келген кезде мынада белгі болу керек болған. Иә? Мынада ешқандай белгі жоқ. Ой, Жоқ белгі, ешқандай белгі жоқ. Белгіні өз қолыммен қойдым ғой мен. Нұреке, жоқ белгі. Хорошо, что маған Айдар жаңашылық танытып айтса, ана жерде мен басым кетер еді. Белгі болу керек, өз қолыммен қойғам. Жоқ. Ой, ұсташы. Сенбесеңіз көріңіз. Ұсташы.
Көріңіз. Ей, мынаны точно белгі көрмеді? Точно белгі бар тұғын. Маған белгіні өз қолымен қойған деймін, Ура. Бекер ой қалсын мына. Ей, Ура, түсінбедің? Сен өз-өзің ұстап бердің ба? Встречай. Мен оларды да крышаларын да құртам дедім ба? Айттым, істедім. Ол тірліктің бәрі бітті. Енді сүйікті көпшен тамақтарын жей берсем болады. Ай, әлі бітпеді ау. Керісінше, енді басталып жатқан сияқты. Ой, біреу-ақ қалды ғой. Оны тамақ жеп алайын, өзіме-ақ ұстап аламын. Ой, мықтысыз ғой сіз. Конечно. Мен анау сияқты плакатқа суреттен іліп, плансыз ұстаймын, көресің ғой. Мура қайда екен? Білмеймін мен оны. Сондай саттыдан араласпаймын. Тамағын жеш, тез жұмысқа барайық. Айекең маған жұмыс күні бітті деген? Ой, бұл неге? Мен де қайтамын да жұмыстан. Енді менімен санаспайтын шығарсың, Дәулет. Оның үстіне жұмысқа кешіп келетін аздай. Өздері айлықты неге онда кешіктіріп береді? Кешігіп берсе де алып жатсың ғой алғымды. Мен де кешіксем де жұмысқа келіп жатырмын онда. Неге кетпегесің? Кеткенде саған соңғы өтініш болып тұр брат. Қандай? Маугли досым босатшы, аламда кетем сразу. Досым? Мешіттен зат ұрлап, адамдардың дүниесін ұрлаған адам досың ба? Кімдермен дос болып жүрсің өзі? Соңғы өтінішім деп тұрмын, соны босатсаң, басқа қалаға кетеміз. Сөйтіп, басқа қала мешіттеріне түсесіңдер ма? Онда адам өлтірген ана псих досын жіберейін да, тағы да шығып адам өлтірсін. Ол да ұсталды міне. Мара, мен саған не дедім? Или мен ақымақ көресің ба? Мен сен солардың арасында жүргенін білмейді деп ойлайсың ба? Мара, понимаешь, елдің заңынан аттасаң да, достықтың заңынан аттаймайтын моменттер болады. Надо, мен сенің аламаның сенен бірінші танимын. Ода дос деген понятие жоқ. Тақалған кезде сен де ұстап бере салады ол. Брат, оларды сен бүгін босатпасаң, ертең босататын өзіміздің адам бар. Кім? Наводка беріп жүрген роднойларың ба? Оны сен достарыңнан көп сұрау арқалайтын мен жұмысың бар ма сенің? Мара, сен құдайыңды танитын адамсың. Бұл тірліктер сенікі емес. Түсінесің бе, қазір аламанды тастайтын бірақ адам бар. Ол мен емес, ол сен. Брат, мен олармен қиналған кезімде бір нанды бөлісіп жегем. Онда иттік істей алмаймын мен. Мара, егер олар сен шынымен досың болса, қазір ұстап бер. Ебойстың өзі спросы бар. Мейлі, қазір оларды ешкім ұстай алмайтын шығар, қазір тайраңдап жүретін шығар. Бірақ ана жақта спрос бар. Ал ол жақтағы спрос қазіргідей емес. Егер құдайыңды ұмытсаң, білгеніңді Хей, Дауш! Темірш? Сатып алып шексей. Тыныштық па сенің? Тыныш өзіңді? Тыныш менде де. Не ол жақтырмай тұрсың ғой? Өзім білетін шығар. А может сен маған ұнамай тұрған шығарсың? Қойш? Осы жұмыста қағың келсе, уақытылы келіп үлгерсей. А то осы жұмыстан зар болып қаласың. Давай. Ана дәулетке билік бермесін бар ғой, наған билік беретін болса ше, мынау бәрінің түбіне жетіп өлтіреді ғой мынау. Че там? Хабар бар ма? Короче, Гошада, жоламанда анау, наводка берген ментіңде ұсталып қалған. Блядь! Не істейміз? Қашамыз. Уақытша қашамыз бля. Бұл қаладан кету керек. Драйвер шақыр. Мұз сенімді адам болсын. Гоша ше? Менің жоламан ше? Бля, не істе дейсің? Артынан барып ұсталайық, онда қамалайық бізде. Бірақ вариант бар бізде. Надо, мен сенің аламаның сенен бірінші танимын. Ода дос деген понятие жоқ.
тақалған кезде сен де ұстап бере салады ол. Не думкаға кіріп кеттің? Ештеңе. Не алам? Машина шығарып қоям. Үйге заттарымды алып келе берейін мен. Сен дайындала бер, бірінші сен алып кетеді, одан кейін маған келеді. Давай, тездет, Мара. Жаным, көп жүріп қоймадық па? Енді бүгін қол бос болып тұр ғой. Неғып мазақ қыласың. Жүрсең де жақпайды бұғанша. Точно? Жан, үйдегілерді жолықтырайық. Тәтті шай ішсін. Әңгіме қылсын. Тәтті шайдан бұрын сөз салмайсыз ба маған? Әбе сонда маған тимейсің бе? Жоқ, бірінші сіз сөз салсаңызшы. Әбе сөз сағанда ертең сонша адам жинап алып жоқ деп позорым шығарып тұрмайсың ба? Жоқ, сөз салсаңшы, сосын көресіз ғой жауабын. Бірақ романтичный салыңызшы, иә? Әбе, не тәлпіштік сол? Жауабын айтып қойсаң бірінші. Айтам ғой жауабын, сосын естейсіз ғой. Нейді, көреміз қалқасы. Киноға барайықшы. Жоқ, киноға барамыз, тамақтанамыз. Ертең құдай сақтасын, қосылмай қалсақ, ана тик-токтағыдай бүкіл ақшамды есептеп шығарып алам десең де ойнап. Майдаланбау керек жігіттер. Қандай кино? Мара, сен құдайыңды танитын адамсың. Бұл тірліктер сенікі емес. Түсінесің бе, қазір аламан ұстайтын бірақ адам бар. Ол мен емес, ол сен. Мешіттен зат ұрлап, адамдар дүниесін ұрлаған адам болсын ба? Кімдермен дос болып жүрсің өзің? Ора, красавчик. Екеуміз бірігіп біраз жұмыс жасап тастадық. Енді күтсен, жақсы награда күтіп тұр енді. Не награда ол? Жақсы бір қызмет қой. Сен Нұрекең орнына, мен сенің орныңа ма? Жоқ, мен өзім орнында қалам. Сен Нұрекең орнына кетесің. Қойшы. Қалайсың да? Кәдімгідей. Лайықсың ғой сен, соған лайық ерлік жасадың ғой. Сен ше? Маған өзім орным ұнайды. Жоқ, тоқта. Неге мен? Енді Шымкенттің адам болған жақсы ғой. Алло? Аха? Еркексің досым, осы жолы еркектірлік жасадың сен. Болды, қазір барамыз. Мора, дайындал. Прикинь, аламан қолға түсті. Қойшы. Жүр кеттік. Аламан, короче, сыртта Kia тұр 731. Сосын маған қарай келіңдер, я? Таксистке айтып қойдым адресті. Кеттік. Қайда? Айдар біле. Аламан, осымен бәрін бітірейік. Ақыры ініңді көргім келіп жатыр еді ғой. Ініңнің жанына жайғастырайын сені. Ya, келіп атам. Келгенде не үшін шақырдың? Ой, шақырдыңыз. Не үшін болғанда кешке бір адрес берем, сонда кел. Неге? Артық сұрақтың қажеті қанша. Просто кел.
бірақ ешқандай да ондай емес. Бұл бұйрық. Сосын Гүлдан, маған Айдар жіберші. Негізі қыздарды шертіп жүріп таңдайтын жігітсің ғой, Мура. Просто өзің қадіріңді білмей жүрсің. Сосын Дәулетті жұмыстан шығарып, орнына нағашыңды алайын, Сөйтіп қаны ішпеймін бе оны? Так. Айеке, қылмыскерді ұстадық. Ұстағанда кінәсін мойындап өзі келді. Қандай қылмыскер? Алдын айтып едіңіз, аламандардың жанында тағы бір жігіт бар деп. Сол Мара деген жігіт екен. Қысқасы өзі мойындап келді ғой. Бәрі дұрыс па екен? Нормально. Кабинеттен шықшы.